Қалдарыңыз қалай, құрметті менің YouTube арнамның көрермендері. Қазір сіздерге мен осы телефонмен конкуренттің рекламасын көрудің ең оңай жолымен бөлісетін боламын. Оған ноутбуктың да қажеті жоқ. Қолыңызда қандай телефон бар, любой бір телефонмен көре бересіздер. Яғни таргетинг реклама дейміз, Instagram, Facebook арқылы жүргізілетін реклама. Егерде сіз бір Instagram арқылы өніміңізді продвигать еткіңіз келсе, продажа ашқыңыз келсе, сіз бірінші өзіңіздің конкуренттеріңіз қарайсыз, анализ жасайсыз, олар қандай өнім ұсынып жатыр екен, қазір рынокта қандай өнімін жарнамалап жатыр екен депші. Міне сол кезде осы бір әдіс сіздерге көмекке келеді. Мүмкін біреулеріңіз білерсіздер, біреулеріңіз білмейсіздер, дегенмен де осы жерде сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Яғни ол не үшін керек? Біріншіден, офер текстке не жазарыңыз білмесеңіз, яғни қандай бір вовлекающий текст жазарыңыз білмесеңіз, қандай триггер пайдалану керек екенін білмесеңіз, онда осы конкуренттарыңызды зерттеп қарап, рекламаларынан алсаңыздар болады. Екіншіден, баннерға идея алу үшін, яғни қандай баннері өтімді екен оларда, қандай дизайнмен, қандай түспен жіберіп жатыр екен дегендей. Үшіншіден, конкурентіңіз, яғни бақталасыңыз, лидтарды қай платформаға қондыруда екен, яғни WhatsApp-қа ма, Instagram профиліне қондыруда екен, яғни лидтарды қондыру деген, сіз мысалы клиенттің қай жаққа жіберіп жатыр екен, WhatsApp-ына алуда ма, немесе Instagram профиліне ссылканы қоюда ма деген сияқты ғой. Одан кейін дәл қазір қандай өнімін жарнамалауда екен, яғни ол кісі мысалы косметика сатса, қай косметикасын ұсынып деген адамдар, чтобы көбірек басу үшін деген сияқты ғой. Сондықтан осы бір нәрселерді білу үшін сіздер Google-ға кіресіздер, поисковикке тұрасыздар да жазасыздар библиотека, реклама Facebook, библиотека, реклама Facebook деп жазасыздар, қазір жазып көрейік. Сол кезде осындай платформалар ашылады, ой ссылкалар. Үшіншісі осы ad library, яғни қазақша айтқан кезде библиотека, яғни рекламалар кітапханасы деген. Мына жерде Қазақстан деген жерге сіздер все деген бассаңыздар болады, яғни бүкіл мир, бүкіл әлем бойынша қандай реклама кетіп жатқанын көретін боласыз. Одан кейін мына жерде все объявления дейсіз, немесе осы Қазақстанда тұра берсе болады. Потом поиске осылай шығады. Мен нажди ашу отчет, детский массаж, куртка, детская одежда деген, яғни осы жақында жіберген таргет рекламаларымның тоже конкуренттарды зерттеп барып жіберген болатынмын. Лупаға, яғни поиске басасыз, сосын кейін сізге қандай нәрсе керек, кімді, сіздің өніміңіз қандай, яғни детская одежда сатсаңыз, детская одежда деп жазасыз. Сосын сізге осылай рекламодательдер шығарады. Астында барлық бүкіл қазір жүріп тұрған, яғни мына жерде 370, осы ключевое слово бойынша плюс-минус 370-тен астам реклама жүріп тұр екен, яғни қазіргі Қазақстан бойынша. Вот мысалға мынандай мысалға видео жіберген екен. Мына жерде астындағыны во весь экран деген бассаңыздар, үлкен қылып көре аласыздар. Закажите с доставкой в магазине корейской детской одежды деген сияқты текст пайдаланған. Төмен қаратай түсе берсеңіздер, осылай көп көресіздер. Мысалы, тағы да реклама жіберген. Рекламаның үстін басып, астында во весь экран деген кнопканы бассаңыздар, вот мынандай рилстар шығады, вот. Дауысын қосып тыңдап көрейік. Таңға дейін ойлайтын, қошақаны менің ойнайтын, еркелігіңді қоймайтын, жаныма терең ойлайтын, таңға дейін ойлайтын, қошақаны менің қоймайтын. Сол сияқты өздеріңізге осы жердегін түртіп алып, келесі рекламаны жіберер алдын сол тексттарды сіздер пайдалансаңыздар болады. Мынандай посттарын продвигать еткен, вот визите Instagram деп тұр, Instagram профильдеріне кіру үшін. Потом информация об объявлении деген үстін бассаңыздар, полностью информация ала аласыздар. А профилі дегеннің үстін бассаңыздар, яғни кім ол жіберіп отқан Instagram аккаунтын көре аласыздар. Сосын Instagram аккаунтын выделить етіп алсаңыздар, яғни мына жаққа Instagramға барып, поискіне жазып, Instagram аккаунттарын тоже көре аласыздар. Мына жерде 2,7 мың подписчигі бар екен. Сөйтіп осылай басып көре бересіздер.
жарнамалап жатқан өніміне мән беріп, пайдаланған текстіне мән беріп, сөйтіп өздеріңізге керектілерін теріп жазып алып аласыздар. Келесіде реклама жіберген кезде уже сіздер, яғни аудиторияңызға қандай өнім керек екенін, қандай текст пайдалану керек екенін уже сіздер кішкене поэтапно біліп отырасыздар. Сіз егерде таргетолог болсаңыз, тоже клиентіңізге воронканы жақсырап істей аласыз, стратегияны құра аласыз дегенде ғой. Ал сіз егерде без таргетолог өзіңіз жасап жатсаңыз, онда сізге де үлкен бір пайдасын тиетін нәрсе негізінде. Сондықтан пайдаланыңыздар, іске асырыңыздар. Ал пайдасы тисе, мен өте қуаныштымын. Каналға тіркеліп қойыңыздар, әлі де алда өте жақсы контенттар түсіретін боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.